Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен өзімнің шелпекті пісіру дайындау жолыммен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің басқа да видеоларымды ең бірінші болып көріп отыру үшін каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осылай сары ағашымызды құйып аламыз. Оның үстіне қаймағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Тұзымызды себеміз. Содан кейін қопсытқыш қосам мен. Қопсытқышты да себесізде жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ұнды електен өткізе отырып қосамыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырларыңыз басында осылай жабысуы мүмкін, бірақ кішкене ұн сеуіп, илеп жүрсеңіздер, қамырларыңыз өте әдемі болып шығады осылай. Дайын болған қамырды бетін осылай пищевой пленкамен не болмаса пакетке кигізіп 30-40 минутқа демалуға қойып қоясыздар. 30-40 минут өткеннен кейін қамырымызды илеп осылай үстіне кішкене ұн сеу жеріңіздер. Бірнеше бөліктерге бөліп, осылай кесіп шығамыз бірнеше бөліктерге. Сосын осылай әр бөлігін дөңгелетіп, өзімізге жаюға ыңғайлы етіп аламыз. Жайғанда жауыспау үшін осылай ұн сеуіп аламыз да, қамырымызды осылай жайып, шелпегімізді дайындаймыз міне. Содан кейін қызып тұрған майға пісіреміз. Қызып тұрған майға осылай саласыздар да бір жағын. Бетінен осылай мен кепсермен басып, барлық жеріне майды тигіземін. Сол кезде міне сіздерде әдемі болып шығады шелпектеріңіз. 1 минут, 1,5 минут қана піседі бір жағы. Сосын екінші жағын аударып пісіріп аламыз. Дайын болғаннан кейін шелпегімізді қағаздың үстіне салып, майын сіңдіріп аласыздар. Қағаздың үстіне жинап алам мен барлығын бірінші. Содан кейін барып тарелкаға қоюға болады салып. Міне екі жағында бірдей пісіріп алам. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай пісіріп аласыздар. Қызартып пісіргілеріңіз келсе, кішкене көп ұстасаңыздар да болады. Міне осымен біздің шелпегіміз дайын, өте оңай жасалады. Әрі шелпектеріңіз әдемі болып шығады, ешқандай да май сормайды. Осы менің видеода көрсеткен рецептім бойынша жасап көріңіздер міндетті түрде. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, себебі каналымда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын!